Орманда түлкі мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің үйшігі мұздан, ал қоянның үйшігі ағаштан болыпты. Көктем келіп күн жылынғанда түлкінің үйшігі әрине бірден еріп кетті. Жаураған түлкі қоянға келді. Қоян, қоян, мені үйіме кіргізші, жылынып алайын. Жылпос түлкі осылай алдап сулап, аңқау қоянның үйшігіне кіріп алып, ақыры оны үйімен қуып шығады. Қоян жылап келе жатып, иттерге кезігеді. Қоян, қоян, не болды саған? Соншалықты қамығып кетіпсің ғой. Қалай жыламаймын? Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Енді міне, баспанасыз тентіреп жүргенім. Жылама. Біз ол оңбағанды қазір-ақ қуып шығамыз. Иттер жиналып қоянның үйіне келеді. Әй, түлкі, шыққа не? Босат қоянның баспанасын. Шықсам шығайын. Бірақ мен далаға шықсам, сендерге жақсы болмайды ғой. Барлығыңды быт-шыт қыламын. Деді түлкі қорқытып. Иттердің үрейі ұшып кетті. Бас аманда қашып құтылуды ойлап тайып тұрды. Үй жоқтың күйі жоқ деген. Қоян қаңғи-қаңғи шаршап тағы да жылай бастайды. Алдынан аю шығады. Қоян-ау, не болды? Сонша неге жылайсың? Жыламағанда қайтемін. Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Жылама. Мен оны қуып шығамын. Жоқ, қуып шыға алмайсың. Иттер де қуып шыға алмады. Көресің, қуып шығамын. Аю үйшіктің алдына келіп, түлкі, шық, босат қоянның үйін, деп ақырады. Түлкі болса пеш үстінен. Шықпаймын, шықсам саған жаман болады. Быт-шытыңды шығарамын, деп қорқытты. Аюдың үрейі ұшып кетті. Бас аманда қашып құтылуды ойлады. Амалы құрыған қоян тағы да жылай бастады. Қараса, жанынан алтын айдарлы әтеш өтіп барады. Қолында күмістей жарқыраған шалғысы бар. Қоян, қоян, неге жылап отырсың? Деп сұрады. Жыламай қайтемін. Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Жылама. Мен оны қазір қуып шығамын. Жоқ, қуып шыға алмайсың. Иттер қуды, қуа алмады. Аю қуды, қуа алмады. Сен де қуа алмайсың. Жүр, көрерсің. Қуамын. Екеуі үйшік жанына келді. Әтеш қатты дауыстап өлең айта бастады. Шөп шабамын, шөп шабамын. Түлкіні іздеп табамын. Қоянның үйінен шықпаса, оны да шалғынша шабамын. Түлкі қорқып кетіп, қазір шығамын. Киініп жатырмын дейді. Шөп шабамын, шабамын. Түлкіні іздеп табамын. Қоян үйінен шықпаса, оны да шалғынша шабамын. Деп әтеш қайта әндете бастайды. Түлкі сасқалақтап, қазір тонымды киіп жатырмын. Дейді. Әтеш әнін үшінші рет қайталай бастайды. Түлкінің зәресі ұшып кетеді. Аман сауында зыта жөнеледі. Сөйтіп қоян ер жүрік әтештің көмегімен қайтадан өз үйінде тұра бастайды.